Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы миоз фазалары, митоз және миоз үдерісін салыстыру. Сабағымыздың мақсаты миоздың кезеңдеріне сипаттама беру, миоз бен митоз үдерісіндегі үдерістерін салыстыру, жүру үдерістерін салыстыру. Негізі ең алдымен біз миоз дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрейік. Бұл миоз дегеніміз жыныс жасушаларының бөлінуі. Яғни жынысты бөліну деп айтады. Бұл кезеңде диплоидты жасушалар гаплоидты жасушалар түзеді. Яғни бұл бөліну кезеңінде хромосомалар саны 2 есеге азаяды. Миоз кезеңі үлкен 2 сатыдан тұрады. Біріншісі редукциялық кезең, екіншісі эквациондық кезең. Яғни миоз 1, миоз 2. Жалпы осындай 2 үлкен сатыдан тұрады және 8 фазадан болады. 2 бөліктен 8 фазадан тұрады. Енді миоздың бірінші кезеңіндегі бірінші фазасы бұл профаза. Профаза лептотена, зиготена, диплотена деген 3 сатыдан тұрады. Бұл өте күрделі кезең, бұл ұзақ уақыт жүреді. Лептотена кезінде хромосомалар жіпшелері 2 еселеніп, жіпшумақ түзеді. Содан соң келесі зиготена кезеңіне өтеді. Бұл кезде гомологты хромосомалар, бірдей хромосомалар бір-біріне жақындайды. Бұл кезде конъюгация процесі жүреді. Ал үшінші диплотена кезеңінде сатысында гомологты хромосомалар бір-бірінен алшақтап, ажырап, хиазмалар түзеді. Хиазмалар түзілген соң алшақтаған хромосомалардың арасында айқасу жүреді. Міне бұл хромосомалардың айқасуын кроссинговер деп айтамыз. Хромосомалардың конъюгация процесі деп отырғанымыз, гомологты хромосома көріп отырғандай бір-бірлеріңізге жақындайды. Суретте байқап отырғандай. Бұл кезеңді конъюгация деп айтамыз. Ал енді гомологты хромосомалар бір-бірімен айқасып атқанын көргеніміз, бұл конъюгация процесі деп айтамыз. Міне, 2 түрлі хромосома алмасу нәтижесінде бір-бірімен алмасып айқасты. Мына суреттен анық байқауымызға болады. Көк түсті хромосоманың бір бөлігі қызыл түсті хромосоманың бір бөлігіне барып тұрғанын көріп отырмыз. Бұл процесс конъюгация процесі, яғни айқасуы. Ал бір-біріне жақындауы конъюгация, кешіресте бір-бірімен айқасуы кроссинговер. Бұл миозды бөлінудің бірінші профазасында жүреді. Енді миоздың бірінші профазасы осылай аяқталғаннан соң миоздың бірінші метафазасына өтеді. Енді манағы хромосомалар өзіміз конъюгация кроссинговер процесі өткен хромосомалар центроилға келіп, экватор сызығына келіп орналасады. Міне осы кезде центроилдан ахроматин жіпшелері шығып, ахроматин жіпшелері хромосоманың ортасына келіп жабысады. Міне осы кезде бірінші метафаза процесі аяқталады. Келесі бірінші анафаза процесіне өтеді. Бұл кезеңде АТФ-тің әсерінен ахроматин жіпшелері қысқарып, полюстерге қарай тартылады. Полюстерге тартылған соң бірінші анафаза процесі аяқталады да келесі бірінші телефаза процесіне өтеді. Бірінші телефаза процесі кезінде жаңадан ядро қабықшасы түзіліп, 2 жасушаның пайда болғанын көреміз. Ядро қабықшасының түзілуін кариокинез, ал цитоплазмалардың түзілуін цитокинез деп айтамыз. Міне осылай миоздың бірінші кезеңі аяқталады. Міне осы бөлінген жасушалар әрмен қарай бөлінуге түседі. Бұл миоздың екінші кезеңі, эквационды кезең. Бұл манағы бірінші метапрофазада өзіміз байқағандай конъюгация процесі, кроссинговер процесі жүрген хромосомалар бірінші миоздың бірінші профазасында ең алдымен ядро қабықшалары ериді. Бұл жерде тағы да ерекше айта кететін жағдай, миоздың екінші кезеңінде интерфаза сатысы болады ғой. Интерфаза сатысында ДНК 2 еселенбейді, репликация процесі жүрмейді. Бірінші профаза аяқталғаннан соң
екінші профаза аяқталған соң екінші метафаза процесіне өтеді. Ол экватор сызығына хромосомалар жиналады, бірінші метафаза сияқты ахроматин жіпшелері бекиді. Міне осы процеспен екінші метафаза аяқталады. Содан соң екінші анафаза процесі басталады. АТФ-тің әсерінен ахроматин жіпшелері тартылып, хромосомалар полюстерге қарай жылжиды. Осы кезде екінші анафаза процесі аяқталады, қатар жүріп жатыр. Содан келесі кезең екінші телефаза процесі басталады. Екінші телефаза процесінде ядро қабықшалары қайтадан түзіліп, жаңа жас жасушалар пайда болады. Нәтижесінде екінші бөліну кезеңінде 4 жас телефаза кезінде 4 жас гаплоидты жасушалардың пайда болғанын көреміз. Енді кестемен жұмыс жүргізейік. Мағынаны қолдану тапсырмасы, яғни бұл кестеде миоз бен митоз кезеңдерін, бөліну кезеңдерін салыстырайық. Бірінші, миоз кезеңінде миоз қандай жасушаға тән дейді. Біз миоз және митоз қандай жасушаға тән екенін бүгінгі сабақта байқадық. Митоз бұл, яғни сомалық дене жасушаларына тән бөліну болса, миоз жыныс жасушаларына тән бөліну. Бөліну және фазалар саны митоз кезеңінде бір бөліну 4 фазадан тұрады, ал миоз кезеңінде 2 бөліну және 8 фазадан тұрды. Енді бастапқы жасушалар санын салыстыратын болса, митоз кезеңінде бастапқы жасушалар саны сақталады, яғни гаплоидты жасушадан, диплоидты жасушадан диплоидты жасушалар түзіледі. Ал миоз кезеңінде бастапқы жасушалар сақталмайды, одан 2 есе азаяды. Келесі конъюгация және кроссинговер процесі. Яғни митоз кезеңінде біз конъюгацияның да кроссинговердің да жоқ екенін байқадық. Ал миоз кезеңінде бірінші профазада бұл 2 процестің жүргенін біз байқадық. Яғни конъюгация, кроссинговер процесі миоз кезеңінде бар. Келесі митоз кезеңінде биологиялық рөлі дейді. Бұл көп дене жасушаларының арасында жүретін жыныссыз көбею. Ал митоз деп отырғанымыз бұл жынысты көбею деп айтылады. Ал келесі жас жасушалардың хромосомалар жиынтығы дейді. Хромосомалар жиынтығы митоз кезеңінде ол диплоидты, ал миоз кезеңінде гаплоидты болатынын біз бүгінгі сабақта көрдік. Олай болса, қорыта келгенде, жалпы миоз бұл жынысты көбею. Жынысты көбею нәтижесінде, бөліну нәтижесінде диплоидты хромосомалар гаплоидты хромосомаларға айналады, яғни хромосомалар саны 2 есеге азаяды. Миоз кезеңінде үлкен 2 кезең, бірінші миоз және екінші миоз дейді. Бірінші миозды редукциялық бөліну, екіншісін эквационды бөліну деп қарастырды. Тыңдағандарыңызға рахмет.